Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз қағаздармен қарапайым зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Менімен бірге Гүлдәурен тобының бүлдіршіні Байғазы Алимансур және менің апайым Борагүл Садуақасқызы. Алимансур. Ендеше Алимансур, бүгін қағазбен біз қарапайым жұмыстар жасаймыз, иә? Екі ақпаратты ала қояйық қолымызға екеуміз. Алимансур, қағаз неден жасалады деп ойлайсың? Ағаштан жасалады. Қағаз ағаштан жасалады. Ал қағаздарды не үшін пайдаланамыз? Кітап жасауға, дәптер жасауға, газет жасауға. Дұрыс айтасың. Қағаздан түрлі заттар жасаймыз. Тұрмысқа қажетті заттарымызды жасаймыз, иә? Енді қағазды кәне қолға ұсташы, Алимансур. Қағазды бір қолымызға ұстайық. Өлмей көрсетейін, иә? Қағаз ақпарат. Енді осының үстіне кітапты қоямыз. Кітабымыз не істеді? Құлап қалды, иә? Көтере алмайды. Ал саған көрейік. Бір қолмен ғана ұстаймыз, көтеріп ұстап қолыңды. Кітапты көтеріп ұстаймыз, тікесінен ұста. Ұсталынды ма? Ұсталынған жоқ, иә? Ал тікесінен көрейік мынаған. Ал тікесінен көрейміз, қарашы. Кітап ұсталынды ма? Ұсталынған жоқ, иә? Ендеше, енді осы кітапты көтеру үшін қағазымызды цилиндр пішінге келтіріп орайық. Орайық. Және түп жағынан ұстаймыз, төменгі жағынан. Енді мен көрсетейін. Кәне, осы қағаздың үстіне кітапты қойдым. Ал көтерді ма? Иә, көтерді. Көтерді. Ал сен көрші. Сен қағазын көтере ме екен? Иә, көтерді. Жарайсың. Ендеше қағаз тігінен тұрған кезде өзінің күші артық еткен, иә? Бағанағы астапқы қалыптан көрі. Енді келесі тәжірибеміз бастайық. Міне, қара. Менде мынау езгіш, блендер бізде қазір пайдаланамыз. Енді осыған үгітілген қағаздарымыз көрдің ғой. Осы үгітілген қағаздарымызды саламыз. Осы үгітілген қағаздарымызды саламыз. Бұған көп салсаң, суды аз құйсаң, қоюлау болып шығады. Енді осыған бөлме температурасындағы суымызды құямыз. Қақпағын жауып айналдырамыз. Тоққа қосып, осы қағазымызды істейміз, өтіп аламыз, қағазымызды күштен өткізіп, мына сүзгіден өткіземіз. Не бар, Алимансур? Дизель бар. Дизельден артық сулары тағылады, иә? Қазір суы сатылғаннан кейін біз бұны істейміз, қартайшамызға қойып, өзімізге қажетті пішімді жасап аламыз. Сен де қолмен қозғауға бар, кәне қозға. Енді тақтайшамызға қойып, өзімізге форма жасап аламыз, иә? Қолмен бастырма арқылы. Қараймыз. Қолмен басуға болады, Алимансур. Осы кепкеннен кейін біз өзімізге қажетті бұйымдарды жасап алуымызға болады. Алимансур, түрлі түсті қағазды қойды. Арнайы қағаз кешкіспенен басып кесе ғой, үстіне басып, қаттырақ басамыз. Қаттырақ басу арқылы, көрдің бе? Дөңгелек болып кесіліп, төменгі жағына қағаздар жиналады. Осыдан дайын болған қағазымызды енді сен үгітіп кескен қағаздарын қараш. Осыны біздің шарға түкті матаны үйкелеу арқылы осы қағаздар бізде жабысады. Шарды әдемілейміз. Кәне шарға үйкеле ғой. Шар әуелде үйкелмес бұрын. Алимансур қарашы. Алимансур қара. Үйкелмей тұрған кезде қағаз жабысып жатыр ма? Жоқ, жабысып жатқан жоқ, иә? Ал енді үйкей ғой. Қолындағы түкті матаны үйкейміз. Ал енді үйкелген жерін көрейікші. Жабысып жатыр ма? Иә. Жабысып жатыр, иә? Сонда шарымызды үйкелеу арқылы не пайда болды? Шарымызда жабысырғыш қасиет пайда болды, иә? Алимансур, біз ары қарай қағазбен тәжірибеміз жасаймыз. Мынау алдын ала жібітіліп қойған біздің кардонымыз, иә? Кәне ұстап қойшы. Кардонымыз суда жұмсақ болып тұр, иә? Бастапқы қалпында бұл қалың болады. Ал осындай су қағаз жана ма отқа? Жоқ, жанбайды. Жанбайды. Ендеше біз алып, осына кір сыққандай қылып, қолымызбен сығайық. Кәне біреуін ала қой, майыстырып, маған мен сияқты, кәне суын сарқып сығамыз. Кәне суын сарқып сығамыз. Сосын сыққан қағазымызды күннің көзіне апарып кептіруіміз керек, иә? Алимансур, бүгін біз қарапайым зерттеу жұмыстарын қағазбен жасай отырып, көп нәрсені ұғындық деп ойлаймын, иә? Түсіндің бе көп нәрсені? Бүгін
қағазды сумен араласқан кезде қоймалжың қағаздан түрлі бұйымдар жасауға болатынын білдік. Мына шарға түкті матаны екеу арқылы қағаздардың қалай жақсаратынын байқадық, иә? Осылай жұмыстар арқылы жаңа картон қағазды суға жібітіп, одан ағаш күйіне келтіруге болатынын білдік, иә? Сондықтан қағаз қалдықты ысырапсыз өмірде пайдалануға болады екен.